Екінші мамандық, мысал өлең. Мен балтамын, балтамын, еңбек күйін тартамын. Екінші бір мамандық, алмағанға бар таңым. Жазба, көзбе, қыз мейлі, шебер қолдан түспеймін. Балға жоқта балғаның қызметінде істеймін. Бұл әңгіме тосынды, оған оқтау қосылды. Бар екінші өнерім, қолдаймын мен досымды. Тек нан илеп қоймаймын, мен де көп ой ойлаймын. Тоқпақ болып тентектің төбесінде ойнаймын. Екінші өнер керемет, маған да сол керек ет. Икем делдім деп қойды кресло кереует. Алса қолға шеберің, болмас маған теңерің. Неше түрлі ағашты, қашау менің өнерім. Деді қашау, ғұрыпты, бұзбай атам жүріпті. Ал мен болсам қосымша, бұрай алам шұрупты. Көкке қолын жайғандар, ойланыңдар, ойлаңдар, деді екінші мамандық алған құрал саймандар. Қадыр Мырза Әли. Шуруп деген сөз бұранды шеге. Көкке қолын жайғандар бұл жерде түк істемей бос жүргендер деген мағынада. Кейіптеу, табиғат құбылыстарын тірі адам кейпінде немесе жансызды жанды түрде суреттеу тәсілі. Мысал деген сөз жануар затты кейіпкер етіп, солардың әрекеті арқылы адам бойындағы кемшілікті сынайтын, жақсы мінез құлықты үлгі етіп көрсететін көркем шығарма. Мысал, өсиет ақыл айтуға құрылады. Қара сөзбен де, өлеңмен де жазылады. Екінші мамандық ол мысал өлеңге жатады.